Жерлестеріміз Алматы қаласында өткен айбын 2024 10-шы халықаралық әскери патриоттық жастар жиынында жүлделі 2-ші орын иемденді. Еске салайық, аталған сайыс Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтің туғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылды. 6 республикадан 50 команда бақ сынаған тартысты додада Түркістан облысының намысын қорғаған жерлестерімізді күтіп алу салтанаты Арыс 2 вокзалында өтті. Өскелең ұрпақты отан сүйгіштікпен қатар табандылыққа тәрбиелеу мақсатында өткізілген айбын әскери патриоттық жиыны кіл мықтыларды анықтады. Қуантарлығы жерлестеріміз Арыс әскери патриоттық клубы қайтпас қайсарлық пен өнер көрсетіп жүлделі 2-ші орыннан көрінді. Бүгінде Алматы қаласынан оралған өрендерді ардагерлер мен ата-аналары күтіп алды. Міне осымен қанша рет республикада енді мына халықаралық дәрежеде 2-ші орын алу деген бұл үлкен жеңіс, үлкен жетістік. Және осы сендер басқарып осыған дайындап жүрген мына Ерлан бауырымызбен Молдабай бауырларымызға сендерге дайындап мыңдап рахмет. Өмір жастарың ұзақ болсын, өргендерің өссін. Келешек міне осы балдар біздің отанымызды қорғайтын айналайын сендерсіңдер. Сендердің алдарында мына біздер, аталарың, қазір ата болып біздер. Біз кезінде бізді отанды қорғағанбыз, өзіміздің отан алдындағы азаматтық борышымызды абыроймен атқардық. Енді сендерге береміз сол эстафетаны. Жалпы сайыс қорытындысы бойынша жүлделі 1-ші орынды Ақмола облысының айбын әскери патриоттық клубы, 2-ші орында Түркістан облысының Арыс командасы, 3-ші орында Абай облысының Абай қырандары командасы жеңіске жетті. Айбын 2024 халықаралық жарыстан 50 команда ішінен 2-ші орын алдық. Осы жылы 5 мемлекет келді: Беларусь, Ресей, Өзбекстан, Әзербайжан, Қырғызстан. Осы 5 мемлекеттің ішінде өз бар күшімізді салып, халықаралық дәрежеде 2-ші орын алдық. Жарыста көптеген қиындықтар да болды, қуанышты кездер де болды. Талай қуандық, талай белестерден де көріндік. Жекелей рекордтар да болды арамыздан. Осылай өзіміздің белсенділігіміздің арқасында, дайындығымыздың арқасында 2-ші орын алып, Арыс қаласына өзіміздің мәртебемізбен, жеңісімізбен оралып отырмыз. Еске салайық, бұған дейінгі өткізілген айбын сайыстарында жерлестеріміз тек жүлделі орындардан көрінген болатын. Айта кететін болсақ, 2020 жылы өткен республикалық айбын сайысында 2-ші орын, 2021 жылы өткен сайыста 1-ші орын, 2022 жылы 2-ші орын, 2023 жылы өткен халықаралық сайыста 3-ші орын. Енді биыл 2-ші орында иемденіп отыр. Алдағы уақытта болатын сайыстардан тек жүлделі орындардан көрінетіндеріне сеніміміз мол. Жантөре Болсын, Мұрат Сұңқар Бакиров, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.